реніш, өкпе деген сияқты нәрседен қалай құтылдыңыз? Төсекте жата бересің, ешкімге керек болмайсың. Анаңа ғана керексің. Даже әкеңе де керек болмай қалады екенсің да. Туысқандардың, достарың барлығы хабарласпай кетеді саған. Өйткені не? Алла тағала айтады, адам өзі өзгермейінше оның жағдайын жақсартпаймын дейді екен да. Саған байланысты. Өзің қандайсың, айналаң да сондай ғой. Айнала біздің айнамыз деп айтады ғой. Сол секілді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Сіздермен бірге Тайыр Нұғман, инфопродюсермін, 2 кітаптың авторымын. Бүгін бізге каналыма подкастқа шалқармын, иә? Мен шалқармен деймін сізді. Шалқар бауырым келді. Бүгін өте қызық сұхбат болады. Сіздерге де өзіме де бір шабыт алатын сұхбат болады. Бүгін Шәкең бізге көптеген өзінің құпиясымен, алғашқы миллионымен, алғашқы 6 заказымен және жалпы шабытты қайдан алады, осы сұрақтардың барлығына жауап беретін болады. Олай болса, достар, сіздер біздің YouTube арнамызға тіркеліп, комментарий жазып, белсенділік білдіріп, осы сұхбатымызды бөлісіп, соңына дейін көріңіздер. Тіпті осы сұхбаттың соңында Шалқар мырза бірдеме ойнаттық, оны да көретін боласыздар. Шәке, қош көрдік сізді. Бүгіндікке сіздің өміріңізде мен көп болып жатқан шығармын. Алла қаласа, әлі де біраз кездесерміз деген ниеттеміз. Қаласа. Қалайсыз? Жақсы, Аллаға шүкір. Көңіл күй. Зор ғой. Энергия қалды ма, қалған жоқ па? 1 сағатқа бара. 1 сағаттық батарейка бар ма? Молодец, бүгін енді қанша дегенмен өзінің шаршап тұрса да кешеден бері 36 сағат ұйықтамаған екен. Мен кінәлі емеспін, бірақ енді ол нәрсеге өзі дей тұрғанмен бүгін енді осы сұхбатқа келісіп, сұхбат жасауға келісіміңіз бергеніңізге рахмет. Шәке, бір қысқаша өзін таныстырып кетсеңіз, мына менің аудиторияма жалпы. Менің есімім Шалқар Маратұлы, жасым 30-да, Шымкент қаласының тумасымын. Қазіргі таңда блогермін. 13 жылдан бері арбада отырам. Аяқ қолым істемейді, денем сезбейді. Соған қарамастан Инстаграмда тіспен жүргізіп, адамдарға өзім оқырмандарыма шабыт пен эмоция сыйлаймын. Одан бөлек түрлі кездесулерге спикер ретінде барып мотивация берем. Және де өзім секілді арбада отыратын адамдармен, қоғаммен етене араласуға шақырып жүрмін. Миссиям да сол десем болады. Бірінші қойғым келіп отырған сұрақ, қазіргі таңда табыс көзі қайдан келеді? Оған жалпы идеяны қайдан алдыңыз? Табыс көзі ретінде бір амбассадор болып жүрсіз, біраз компанияларда мысалға. Ұсыныс сізден бола ма, или өздерінен келе ме? Әртүрлі жағдай негізінде. Мен қазір өзім ұсыныс айта алатын болдым. Бұрын айта алмайтын едім. Бір ұяласың да, оны айтуға. Өзіңді сатқың да келмейді. Кейін ағалардан бір қолдау ретінде маған өздері ұсынатын болды. Қазір енді өзім сәл самооценкам да көтерілді, өзім сата алатыныма, блогымның пайдалы болатынына аудиториям бар, кішігірім. Бірақтан өте сапалы аудитория, лояльный аудитория. Одан кейін шынымен жаңағыдай басқа адамдардың кәсіптерінің жүруіне сәл де болсам көмегім тигізе алатын көз жеткізгендіктен өзім сенімді түрде сата аламын. Өзімнің ұсынысымды осы амбассадорлық болсын, басқа да бір жарнама болсын ұсына аламын да. Мен рекламасын, жаңағыдай жарнамасын шығарып берейін деген сияқты. Бірінші сұрақ, алғашқы қадам неден басталды сізде? Алғашқы қадам 2020 жыл мен оған дейін әке-шешем қарайтын, маған үйде жататын. Енді науқас адам, ешқандай бір табыс табу деген мүмкіндік көрмей жаттым да. Әке-шешем қартайып қойғанын сездім. Одан кейін мен өзім әрекет етуім керек болды. Себебі одан кейін уже әке-шешем маған қарай алмайды. Физически, морально уже шаршағанда. Сосын мен өзіме көмекші қараушы алуым керек болды. Оған енді әке-шешемнің жаңағыдай төлейтін бір қаражаты жоқ. Олар қарапайым жұмысшылар. Сосын өзім әрекет етіп көрейін. Осы жағдайда жарайды, енді аяқ қолым істемейді. Алланың жазғаны. Бірақтан осы жағдайда қалай ақша таба аламын деген бір өзіме сұрақ қойдым да. Мен тіспен аузыма ручкаға қойып, телефонды жерге қойып бүйтіп тері алады екенмін да. Соны ақшаға айналдыруға болады. Копирайтинг деген мамандық бар екен. Мен сол кезде бірінші рет копирайтинг деген естідім. Инстаграмға кіріп поискке жаздым копирайтинг деп, сөйтсем Данияр Жігітбектің парақшасы шықты да. Как раз сол кезде ол кісі курстар өткізетін, марафон өткізетін.
Мен сол марафонды оқыдым. Кейін алғашқы табыс сол копирайтинг марафон өткен екен, Данияр Жипбектің өзі ұсынды. Өйткені мен ол кісі бізге уәде берген, кім курсты жақсы оқиды, көзге түседі, мен оған жаңа тапсырма берем, өзім бірінші жаңадай клиент тауып берем деген секілді. Мен енді шынымды айтайын, соңғы шанс сияқты қабылдадым да оны. Поездың последний вагонында оған ол курстан мен нәтиже шығармасам, болды жаңағыдай төсекте жатып қаламын, өмір бойы сол төсекте шіреймін деген сияқты бір қорқыныш болды да. Мен сол курсқа жармастым да марафонға. 2 ай болды. 2 ай оқып, содан нәтиже шығарып, Данияр Жипбектің көзіне түсіп, сосын ол маған тапсырма берді, заказ қабылдадым сразу. 18 мың теңге сол 6 текст жаздым. 18 мың теңге. Ана 18 сол заказ алған кезде мен кәдімгідей жыладым ғой. Потому что 10 жыл жаңағыдай ештеңе істемей үйде жатып қалған адам 18 мың табысқа кәдімгідей табыс таппағам, үйде просто заказ алғаныма кәдімгідей жыладым да. И қазір мысалға Аллаға шүкір табысым соңғы айда есептеп қарасам 1 миллион асқанда. И қазіргі 1 миллион табысым ол жерде 18 мыңға жетпейді по-любому ше. Эмоциямен дейсіз ғой. Эмоциямен вообще жетпейді. Потому что 18 мың деген өте үлкен сумма еді да маған ол кезде. Оның үстіне андай өзің тауып отырсың да, ол алғашқы еңбектің наны тәтті дейді ғой. Ең алғашқы табысым да ол. Сол үшін өте андай бір тәтті, бір есте қалып кеткен нәрсе. Сол курстан кейін бір парақшаны жүргізе бастадым. 40 мың теңге айлық алдым. Одан кейін 60 мың теңгелік жалақыға сондай бір тоже парақша алып жүргізіп, копирайтингтен басталды. Кейін уже өзім жеке брендті дамытуым дұрыс екенін түсіндім да. Өзім жайлы текстер жаза бастадым. Өзім өмірім жайлы, жалпы бұл жарақат қалай жарақат алдым, қалай бұл жағдайға түстім, жаңағыдай жарақатқа, травмаға дейін мен шалқар қандай еді мысалға, қайда оқыдым, ол жақтан қандай түйіндер бар мысалы, өмірден не түйдім, не көрдім, қандай қиыншылықтар көрдім, ол қиыншылықтар қалай шештім. Соның бәрін текст ретінде жаза бердім. Кейін сол посттардың бір репост жасау арқылы ағаларға көріне бастады да, уже үлкен кісілерге. Бір күні қарасам, Қайрат Жолдыбайұлы уже мен бір постымды өзіне репост жасап қойғанда, айтады, сен рухы мықты жігітсің, красавчиксің, короче. Мен Шымкентке сенмен кездесу үшін барам дейді. Сонымен сөзінде тұрды, келді, танысып, ары қарай уже бәрі сәтімен болып кетті. Қазір енді көптеген ірі компаниялар таниды, біледі мені. Одан кейін оларға да бір жағынан андай да, маған көмектесіп келеді ғой, мен әрекет етіп жатырмын, көмектесіп келеді, бірақ мәде бере салмайды да. Түсініп отырсыз ба? Біз саған көмектесеміз, бірақ сен мынандай істейсің дейді маған. Хотя бір рекламасын істеп бер дейді да. Или жаңа видеосын түсіріп бер дейді. Қазір менде 4-5 ірі компаниялармен не бар, сотрудничать етемін. Олардан кемінде 100 мың теңгеден аламын, әрқайсысынан кемінде. Одан бөлек спикер ретінде шығып тұрамыз, кездесулерге барып. Әр кездесулерден тегін кездесу дегеннің өзінде жаңағыдай ұйымдастырушылар ырза болып, кәсіби мысал жібереді. Басқа өзім копирайтермін, негізі мамандығым. Тапсырысқа текст жазам. Яғни алғашқы тексттерім жаңағыдай 3 мың теңгеден басталса, қазір 30 мың, 50 мың теңгеге жазам да. Уровень өсіп кетті дейсіз ғой. Енді ол жеке брендтің де несі, одан кейін мен айтамын оларға. Мен жаңағыдай жұрттар ұқсап 10 саусақпен жазбаймын деймін ғой. Мен ручкамен жазамын деймін. Сол үшін бұл құнды деймін да, тексттерім. Так что сен өйтін амал. Сапасы жағынан ол не бермеймін дейсің, гарантия бермеймін дейсің ғой. Бірақ бұл қандай еңбекпен келген сол үшін сондай құнды деймін да. Бағалы. Әрине, әр адам біз өзіміз бағалап бастаған кезде елдерде ол нәрсені бағалап бастайды да. Сол сіздің өзіңізді бағалағаныңыз сол еңбекті, мысалы мен сезе алмаймын оны. Осы жаңа тіспен жазатыныңызды, ол эмоция, ол қандай қиыншылық, ол бататыны жәнегі нәрселердің барлығын оны сіз жақсы түсінесіз. Құптарлық нәрсе, бір нәрсе маған мотивацияны қайдан аласыз қазіргі таңда? Бір шабытыңыз бітіп қалатын кездер болады ма? Шабытым бітіп қалатын кездер болады. Ол кезде мен оқырмандардан көмек сұраймын негізінде. Кәдімгідей айтамын, маған поддержкаларыңыз керек. Мен блогым сіздерге пайдалы болып жатыр ма? Олардың менің блогымнан
пайдалап жатқаны, менің осы белсенді болып жүрген, оларға мотивация бергені, сол маған шынында да мотивация береді екен. То есть мен оларға мотивация беру арқылы өзім энергия аламын да, өзім мотивация аламын. Және де мынандай нәрсе бар, мен 10 жыл үйде жатып қалдым ғой, ештеңе істемей. Сол кезде адам қимылдамай бір жерде жатып қалған кезде соңы неге апаратынын білем да. Төсекте жата бересің, ешкімге керек болмайсың. Анаңа ғана керексің, даже әкеңе де керек болмай қалады екенсің да. Туысқандардың, достарың барлығы хабарласпай кетеді саған. Өйткені не? Алла тағала айтады, адам өзі өзгермейінше оның жағдайын жақсартпаймын дейді екен да. Саған байланысты, өзің қандайсың, айналаңда сондай ғой. Айнала біздің айнамыз деп айтады ғой. Сол секілді. Мен үйде жатып, депрессия ең тереңіне түскен, көрген адаммын да. И ол нәрсе қандай ауыр нәрсе, эмоционалды жағынан, эмоционалдық тұрғыдан ауыр нәрсе екенін білем. Сондықтан ондай жағдайға қайтып түскім келмейді. Ол түспес үшін мен белсенді болуым керек. Мен әрекет етуім керек. Енді көп нәрсе істей алмаймыз, бірақ қолымнан келгенше әрекет етуім керек. Әрекет етпей жатып қалсам, баяғы қалпыма түсем да. То есть мен баяғы қалпыма түспес үшін әрекет етем. Мотивациям сол. Қанша жыл? 3 жыл ма депрессияда болдым дедіңіз? Мен қазір 13 жыл болды осындай жағдайға түскеніме. Инстаграм белсенді бола бастағаныма 2023 жыл болды. Сонда мен почти 10 жылдай депрессияда болдым ғой. 10 жылда, иә? Иә. Сол 10 жылдан соңы Данияр Жігітбек мырзаның марафонның алуымен басталды ма, сонда депрессиядан шығудағы алғашқы қадам? Жоқ, депрессиядан шығудағы алғашқы қадам мен намаз 5 уақыт қалдырмай оқи бастағаннан бастады. Өйткені мен намаз оқыған кезде дінді тереңірек діни кітаптар оқи бастадым. Сол кезде түсіндім, бұл нәрсе хайыры бар екен. Сосын мынандай нәрсе бар. Мен бұны алғашқы кезде өзім жаза деп қабылдадым да. Бұл жаза емес екен, наоборот, менің қателіктерімнің бір кафарат екен да бұл жағдай. То есть әрбір уайым, бір қиыншылық адамның күнәсінің жойылуына себеп болады екен да, кафарат болады екен. Сондықтан сол нәрсені қабылдағаннан кейін маған жеңіл болды. Осы жағдайды қабылдауыма. Айтады ғой, кез келген сынақты, проблеманы, қиындықты бір қабылдасаң, ләззат аласың, қабылдамасаң азап шегесің деген сияқты. Мен қабылдадым, жеңіл болды маған. Сосын намазды тұрақты оқи бастағаннан кейін мынандай болды. Енді алғашқы білесіз ғой, намаз оқыған кезде, дінге енді келіп жатқан кезде бір күшті оқисың да намазды ше. И бұл өмір саған как-то қызық болмай қалады. Менің жағдайымда тем более қызық болмай қалған. И мен бұл өмірді тәрк еттім да. Бұл өмірді тәрк етіп, ойладым жаңағыдай. Ладно, бұл өмірде төсекте жатам. Қазір 10 шақты жыл жаттым, тағы да бір 2 осындай 10 шақты жыл жатсам, уже қартайып қаламын. Сонымен өлетін шығармын деген сияқты да. Арғы өмірде бәлкім жаңағыдай жәннат нәсіп болады деп сондай бір мышление болды менде. И бір кезде 2020 жылдар мен ойлайтын, сонда бұл өмірде мен өйстіп жата беремін төсекте. Неужели әрекет етіп көрмеске менің бір миссиям бар шығар. Құдай тағала менің жанымды алып қалды, осы төсекте жату үшін алып қалды ма не сонда. Онда андайда менің де бір берерім бар шығар бұл әлемге деп ойланып жүрген ғой. Сөйттім дағына әкемнің жағын айтып кеттім, ол физически маған қарауға шамасы жетпегеннен кейін өзім әрекет ете бастадым да. И Алланың бір мейірімімен, Алланың қалауымен осындай бір копирайтингті біліп, ары қарай оқып, сөйтіп табысқа шықтық десек болады. Мақсат, арман құрасыз ба? Қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, мысалға табысқа қатысты мүмкін? Ұзақ мерзімді қоя алмаймын. Мен Гэллоп тапсырып көргем, менде андай стратегик синкинг дегенде жоқ, ондай нелер, топта жоқ та. Мен ұзақ мерзімді мақсат қоя алмаймын. Сосын дәл осы жағдайда мен елестете алмаймын. Мысалы, бір жылдан кейін даже не болатынын былай примерно елестете алмаймын. Біріншіден қорқыныш бар, мышление дұрыс емес. Өйткені андай заоблачный нәрселерді армандау қорқасың да, қорқыныш бар просто. Екіншіден ондайға бейімделмеген, өйткені 10 жыл жаңағыдай сол күнім өтсе болды деп уақытты
өлтірумен жатқанмын да. Әйтеуір күн атады, таң атады, күн батады, солай өтіп жатқанмын да. Қашан кеш болады екен деген сияқты. Тек қана жатасың, тұрасың, ұйықтайсың, тамақ жейсің, болды. Басқа ештеңе қызық емес тұғын. Ол кезде уже мақсат құрмайсың да ол кезде ше. Түсінесіз бе? Жай галлап тест, копирайтинг деген нәрселерді бізде қоғамда көптеген адамдар жасамайтын нәрсенің бәрін зерттеп өзіңіз біліп аласыз да. Мектепте жақсы оқыдыңыз. Мектепте үздіктер қатарында Қазақ-Түрік лицейін Шымкент қаласында. Соны бітірдіңіз. Назарбаев университетке түстіңіз бе сіз? Қалай болды? Назарбаевский енді мектеп бітіргеннен кейін экзамен тапсырып қойдық қой. Мен реанимацияда жатқан кезде білдім ол жаққа түскенімді. Уже түсіп қойған едіңіз негізде сол жаққа. То есть мен экзамен тапсырып қойдым, нәтижелері мен реанимацияда жатқан кезде шықты да. Назарбаев университетіне. Назарбаевский, Сулейман Демирел университеті, басқа Кемептің бір грантын ұтып алдым. Бішкекте Центральный Азиатский университет деген бар, соның грантын ұтып алдым. Басқа Турцияда оқуға мүмкіндіктер бар еді. Мен мұғалім біздің сынып жетекшіміз айтатын, мамамы шақырып алып, үшеуміз мені және мамамы шақырып алады. Сіздің балаңыз жақсы оқиды, Стамбулға алып кетейік. Оқу тегін, жатақханасы тегін, барлығын өзіміз ұйымдастырамыз. Тіпті сізге жылына 2 рет Стамбулға барып келуге билетіңіз алып береміз дейді ғой. Сөйтсе мен бармаймын деймін ана жерде. Потому что Стамбул ол кезде білмеймін, андай екінші сорт университет сияқты көрінетін. Мен андай ғой менде потенциал, амбиция деген кетіп қалған ғой жоғары ше. Гарвард, Стэнфорд деп қуып кеткен ғой мен. Сөйтіп жүргенде енді Алланың жазған осы болып тұр ғой. Маған мен осы жағдайда бұл әлем керек екенін енді түсініп отырмын соны. Гарвардсыз, Стэнфордсыз дейсіз ғой. Өйткені денің сау болса, бір статист бір адам болады енді. Қазір мысалы кешеде не алып отырмын ғой. 50 алаштың аузына қаратып отырдым деген сияқты ше. Спикер болып алдына шығып, мысалы 50 адамның алдында бір тренинг өткізіп жатырық та. Бәлкім денім сау болса, ондай тренинг өткізбес едім. Мен негізі сөйлеуден, камераға шығудан, өзімді көрсетуден қашып жүретін адам. Өмірде, иә. Ол мектепке дейін болады, сахнаға сөйлеу, КВН болсын, басқа да ән айту деген вообще қатыспаған ондай нәрсеге. Тек қана тыныш сабағымды оқып, спортпен заниматься етіп солай. Мектепте сүйікті пәніңіз қай сабақ болды? Сүйікті пәнім математика, география, сондай пәндер. Мен әдебиет пен математиканы жақсы көргенмін. Өзі 2 пән оқығанмын негізі. Қалған пәндер соны жақсы оқығаным үшін қойып беретін негізі ше. Сіз ондай болмады ма? Мен биология, химия деген пәндерді оқи алмадым. Біріншіден бізде Қазақ-Түрікте ол английский болды. Сосын мен тек қана экзаменге дайындалатын кезде жаттап баратын. Өткен сабақта жаттаймын, бірақ не туралы жаттаған білмейтін шынымен. Кейде жаттап барған адамдардан көшіре саласың, солай бес алатын едім. Атак басқа пәндердің барлығы жақсы тұғын менде. КТЛ-дің осы білім беру жағынан қандай бір артықшылығы бар? КТЛ білім беруден бұрын бізде дұрыс тәрбие беріледі. Дұрыс құндылықтарды адам бойына сіңіреді. 5 күн, кейде 2 апталап, мысалы мен апта соң үйге қайтпайтын кезеңдер болатын. Балдармен бірге қала саламыз. Әбден адамдар бір-бірімен бала ғой енді. Төбелесіп қалатын кезеңдері болады, ұрысып қаласың, араласпай кеткен кездерінде, бірақ бір жатақханада тұрғаннан кейін, бір дастарханнан тамақтанғаннан кейін адам бір үйдің баласындай болып кетеді деген. Енді кез келген отбасыда 2 бала мысалы ерегісіп қалады ғой, төбелесіп қалатын кезеңдер болады. Бізде де ондай жағдай болды, бірақтан кейін университет, то есть лицей бітіргеннен кейін олар по-любому бір-бірін тауып алады екен да. Мен де қазір күлемді, өзім бұзық болған, класстың почти барлығымен төбелесіп шыққан шығармын. Жарақат алғаннан кейін, 11 класс оқып жүрген кезде менде 1-2 балаға айтқам, осы 11 класс бітірсем, сен түрін көрмеймін деген сияқты, сондай балалар болатын. Ол жаңа әбден төбелесіп қайтпаймыз да бір-бірімізде ше. Содан кейін айтатын оған, университетке түсеміз, араласпаймыз деген сияқты. Жоқ, сол мен жарақат алған кезде сол балдар жүгіріп жүрді да. Жағдайым жасап, мен келіп
жаңағыдай больницаға келтіріп халімді сұрап деген сияқты. Сол ең алдымен дұрыс құндылықтарды үйретеді ол жерде. Содан кейін бір үйдің балдарындай болып шығасың ғой. Егер шекіспей бекіспейді дейсіз ғой, реніш, өкпе деген сияқты нәрседен қалай құтылдыңыз? Мен ойлаймын, мысалы қазір қоғамда бүйтіп көрсем, мен өзіммен көп анализ жасайтын адаммын да, кейде бір адамдардың саған даже вниманиясына бола ренжіп қалатын сәттер болады, иә? Қол аяғым сау болып тұрып, неғып маған келмедің, неғып бүйтпедің деген сияқты бір іштей болады ғой енді ол. Мен ол нәрсе сізде де болады деп ойлаймын, мысалға. Осындай нәрселермен қалай күресесіз жалпы өзіңіз? Мен адамдардан ештеңе күтпейтін болдым. Күтпейтін болдым дейсіз да? Ожидание реальность. Реніш деген ол адамдардан бір нәрсе күтесің, ол адам саған күткен нәрсені бермейді, содан кейін реніш пайда болады. Менде мынандай жағдай болатын. Мен үйде жатам, аяқ қолым істемейді, науқас болып. Достарымды күтетін мен. Өйткені мен ауру адаммын ғой. Кезінде оларға денім сау кезде көмектескен. Төбелес болса қорғаған. Үй жұмысын істеп беретін кезде көмектескен. Енді қолымнан келіп бауыр болып жүргенбіз. Қазір олар мен науқас болған кезде кейде келе алмай қалады маған, жағдайым сұрап. Мен сонда неге келмейсің деп оған айтпаймын, бірақ іштей ренжіп жүре беретін едім да. Ойлайтын, олар мысалы Алматы, Астанада или шетелде оқитын болса Қазақстан келгенін білем ғой. Шымкентте жүрген білем. Бірақ Шымкентке келеді, например. Енді өзінің шаруасы бар олар ше. Өз қыздармен кездесу керек болатын шығар, бәлкім туысқандарын аралау керек. Мен үйде жатамда, стористен көріп қалғанда өзіммен өзім ренжіп жатам ғой. Сонда бір кішкентай баланың ойы да, мен келіп бірінші навестить етпейді. Мен науқас, неғып келіп жағдайымды сұрамайды деген сияқты. Күтесің. Күткен нәрсені алмаған екен ренжисің. Егер мен төсекте жатып қалған кезде, сол 20-шы жылы осындай шешім қабылдамай, өз өміріме өзім жауапкершілік алмай, бәлкім осы уақытқа дейін жататын едім да. Сізбен таныспайтын едім, бұндай бір сұхбат бермейтін едім деген сияқты. Тренингтерде выступать етпейсің. Инстаграмым жоқ, тек қана жаңағыдай өзімнің туысқандарым ғана болады, достарым ғана, солардың достарының кім қайда жүр, кім тойға барыпты, соны қарап, бақылап, іштей күйіп, ішім өртеніп жататын едім. Елдердің өміріне қызығып дейсіз ғой. Маған негізі несін айта кетейін, Шалқар мырзамен алдын 1,5 ай бұрын өзі жазды. Сіз жаздыңыз, көмекшін жазды ма? Өзін жазды, өзі жазып, сосын осы бір сұхбаттасайықшы деді да. Мен жалпы өзім инфопродюсер болғандықтан блогерлармен көп жұмыс істеймін. Мүмкін сол үшін жазған шығар едім, бұл кісіде бір пайдалайын деп. Разбор жасайық деп екенбіз. Сөйтіп мен шын айтайын, Шәке, сізге анау тапсырмалар бердім ғой, эфир жүргіз, сторис тұрақты жаса деп. Мен сездім сол кезде бір мотивацияңыз азайып жүрген сәт екенін ше, бір новый бір выход тапқыңыз келіп жүргенін, бір мен табысқа шыққым келді. Иә, сол бір жаңа бір қадам іздеп жүргеніңізде, бір табысыңызды өсіргіңіз келіп жүргенде, мен бұл кісіге айына 8 эфир жаса деймін, тікелей эфир. Стористарыңыз тұрақты жүргізіп бастаңыз деймін да. Бірақ ойладым мен, 1 айға жетпейді ау деп. Өйткені ана бір мотивацияңыз әлсіз болып тұрды да, өзіңіздің іштейші бір өз-өзіңізге сенбей тұрған сияқты болды да жаңағы өз. Бірақ Алланың қалауымен молодец, 1 ай емес, даже 10 эфир ма жасадыңыз ғой деймін, 10 эфир жасады, әйтеу. Сторис үзілмеді, күн сайын сторис салды. Иә, стористар үзілмейді, тұрақты жасай бастады. Эфирларын жасайды, әйтеу кейде бір уақытымен кешіп қалады, бір кезде кімдерге көмекші ұрсып жатады, әйтеу бірдеме ана сезем, өзінің шыққысы келмей жатқанын енді бір эмоциямен білдіргісі келеді. Бүйтіп берсеңдер, соткамды қойып берсеңдер, көрінбей жатыр ғой деп. Молодец, бірақ жетті. Соның арқасында 1 айда алғашқы миллион таптыңыз ба, или оған дейін де тапқансыз ба? Оған дейін білесіз ба? 550 мың сондай, максимум сондай. Онда алғашқы миллион ғой бұл, соның арқасында, достар, Шалқар мырза алғашқы миллионын тапты. Енді бұл өзінің рекордын жаңартты да, мысалға бұл, мен енді бұны бүйтіп салыстырар едім. Бұл қарапайым адамның 10 миллион теңгелік табысымен тең да. Өйткені сенде мүмкіндік көп та, Шалқар мырза айтты, мысалы бізде 2 қолмен отырып сторис жүргізіп, өзіміз жүгіріп жүріп видео түсіре алсақ, Шәкең ауызбен отырып сторис жүргізеді, нелер салады, мысалға. Кәдімгідей, бұл енді андай масылданып кететін зат емес, Шалқар мырза.
сізге қызым саған айтамын, келінім сен тыңдап отыр, екі жаққа айтып жатырмын ғой. Масылданып кететін зат емес. Бұл андай вечный результат емес та. Сіздің сол кездегі жүргізген результатыңызды сіз сол айда алдыңыз. Енді бұл айға обратно сол жүргізу керек, тоқтамау керек, үзілмеу керек. Мен енді осы нәрсесіне риза болып, өзімде бүгін шақырып алып, жаңа сұхбат алып, басқа адамдарға да мотивация болсын деп жатырмын. Одан бөлек қазір сұхбатымыздың соңында бір керемет ұсыныс айтамын Шалқар мырзаға. Сіздерді қолдайды деген үміттемін. Ол ұсынысты мен өз қазір сұхбатымыздың соңында отырыңыздар. Пока. Қазір қандай жоспарлар бар? Жалпы кім болғыңыз келеді қазір? Енді осы блогты ары қарай жүргізуде бір мақсат бар шығар? Блогты тек қана көп адамдарға өзім жайлы көрсету. Осындай Шымкентте осындай жігіт бар. Арбада отырады, аяқ-қолы істемейді, бірақ әрекетін жасап жүр. Мотиватор ретінде, иә? Ник Вуйчич сияқты болғыңыз келеді ғой, иә? Үлкен сахналарда өзім көргім келеді. Өзім бағым сынап. Меніңше болатын сияқты. Өйткені қазір енді мен алғашқы тренингтерімді, алғашқы бір мотивациялық кездесулерімді оқушылармен бастадым. Сонымен қазір аудитория біраз өзгерді. Қазір үлкен кісілердің алдында да сөйлей беретін болдым. Алғашқы қобалжу, алғашқыдай дірілдеу деген жоқ. Қазір біршама камераға да үйреніп қалдым. Адамдармен де араласу сәл жақсарып қалды. Бұл нәрсе мен түсінгенім, сөйлей шешен боласың дейді. Тоқтатпау керек екен да. Қазір мен шақырған жерден қалмаймын. Тегін болса да бара беремін. Ол табыс маңызды емес пока что маған. Маған қазір сахнаны сезіну маңызды да. Екінші жағы өзім танымалдығымды арттыру маңызды. Сен кез келген кездесуге хотя бы тегін барсаң да ол сторис салып қою мүмкін да. Сторис салады негізінде. Бүгін көп адам салған шығар сізді? Көп адам емес, бірақ салды да. Соның өзі мысалға келген адамдардың мысалға 70-80 адам өзі біліп қалды да мен Шалқарым деген осы жігіт деген сияқты. Ол сырттан былай естіп жүр мүмкін, бірақ бүгін живой көріп, еще мен тыңдай алды да. Мен айтып бердім шығып, осындай істеймін деп. 1 миллион тауып, ол бір шапалақ ұрып отырып, ырза болып қалды. Арасында ойланып қалған шығар, да мынау деп. Бізден бай ғой деп па? Коляскада отыр деп, аяушылық білдіріп, мүләйімсіп отырсақ, бұл деген мен миллион тауып деп отыр ғой деп. Ойланып қалған шығар, біз не істеп жүрік деп. Солай да шабыт бере аламыз да. Оларға да вызов қой. Ты че, аяқ-қол істемейтін адам миллион тауып отыр, біз соны не істеп жүрміз? Қанша болды біздікі табысымыз деп ассистенттерден сұрап, көмекшілерден сұрап, қанша десе 1 миллион қанша, жұмыс істеңдер деген сияқты. Командасына ұрысып жатқан шығар барып. Өте жақсы. Шәкен, мен жаңа айтып жатқан нәрсем, менің сату өнері деген кітабым бар. Білесіз бе? Сату өнері, иә? Жалпы 2 кітап жазғым. Сатуға қатысты, сату ұят емес, сату өнері. Маған енді қазіргі таңда осы кітаптың сатылымын қайтып жақсы қолға алдық. Қазір уже қарқынды. Енді бұл жалпы Меломанда, кітап ал сияқты дүкендер желісінде бар бұл кітап. 5000 теңгеден сатылып жатыр. Бірақ осы сізге жәнегі жасаған уәдеңіз, кстати, біз екеуміз бір айта кетейінші, мына осы 1 ай тұрақты жүргізсе, мен бұл кісіге 1 ящик горилламен 1 келі құрт алып беремін деген. Бүгін құртын бердім. Горилла құртын бердің ба? Бүгін құртын бердім. Құрт еще жай ғана құрт емес, ана ішінде көп нәрсе бар. Қарысы бар, тәттісі бар, тағы да несін бердім. Қазақи тағамдар. Бірақ енді горилла зиян шығар деп жатырмын да. Сол горилланың орнына мен бұл кісіге басқа нәрсе бергім деп жатыр. Өзімнің сату өнері кітабымға 2 айға амбассадорлық. Мен сол жерден әрбір кітаптан өткен 10%-ын айдың соңында Шалқар мырзаға өзіне аударатын боламын. Шәке, куәлік етіп қой, что ертең лақтырып кетіп жатсам. Сосын айтасыз ғой сторизда. 2 ай бойы Алла қаласа осы кітабымнан өткен сатылымнан және 10% долясын Шалқар мырзаға жіберіп отырамын. Көп өтіп кетсін. Әумин, иә. Бірақ басты нәрсе маған сізден керек. Маған андай сіздің ойбай маған оның продажасын жасау, басқа нәрсе керек жоқ. Маған шынайы отзыв керек. Өйткені бұл әділ болады деп ойлаймын да. Мен кез келген нәрсенің өзінің ақысы болады. Бір отзыв болса, мысалға шынайы, даже жаман отзыв болса да мен қуанамын. Тәке, мына жерің жай ғой, мынау. Не мотивация мынау деген сияқты. Мен шынымен де қуанатын едім. Ол негізі мотивациялық кітап па? Сату үйрететін кітап па или мотивация беретін кітап па? Сол мотивациямен сатуға мотивация ашу десек те болады да.
сол мақсатта жазу. Көп адам сатудан қорқады ғой, негізі қашып. Иә, сатудан қорқады, жаңа өздерінің қорқыныштарына қарсы шыға алмайды. Осы жайлы жаздым да мен бұл жерде көп нәрселерімді. Қорқынышы бар адам білініп қалады сатып жатқан кезде көп жағдайда. Уже мен энергия деген тақырыпты көп айтамын ғой, өзіңізге де айтып келіп отырмын ғой, ұйқысын келгеннен кейін энергияң азаяды, бұл аудитория сезеді, жәнегі сатылымда да сол да. Егер мысалы мен сізге бір зат сатып жатсам, менің энергиям төмен болатын болса, сіз менен зат алмайсыз еш уақытта. Менің энергиям сізден жоғары болу керек та, мен сол кезде сізге сата аламын. Енді көптеген нәрсе, осы сату өнерін оқысаң, как раз түсінесің, көп нәрселерді түсінесің осы сатуға қатысты. Алла қаласа, ол біздің бөлек сұхбаттардың астында да сайттарымыз тұрады, сол жерден де заказ берсеңіздер болады. Бұл енді менің Шалқар мырзаның жәнегі өзінің уәдесінде тұрғанына бір ящик горилланың орнына ұсынып жатқан затым деп қабыл алады. Өйткені горилла жүрегіне зиян болуы мүмкін. Енді Шәке қазір таңда бір адамдарға бір мотивация, қысқаша қандай бір кеңес айта аласыз, қандай бір шабыт бере аласыз? Негізінде жалпы бұл өмір негізінде кәсіпкерлер ақша тауып жатыр да, жұмыскерлер жұмыс жасап жатыр, мұғалімдер сабақ беріп жатыр. Осының барлығы адамның бақытты болу үшін жасалып жатқан дүниелер да. Сіз мысалы көп ақша бақытқа келмейді әрине, но бұл құрал да. Сен бақытты болуыңа құрал. Мысалға бақыт дегеніміз не, әркім әрқалай түсінуі мүмкін да. Бұл дүниеге бақытты. Мысалға білмеймін, мен сияқты денсаулығы нашар адам бақыт деген ол өз аяғымен жүру, денсаулығы мықты болу деп қабылдау мүмкін. Мысалға айтайық, әке-шешесінен айырылған жетім бала, бақыт деген ол әке-шешенің маңдайдан сипағаны, беттен сүйгені, құшақтағаны деп қабылдау мүмкін да. Ал артық салмағынан комплексовать ететін қыз, бақыт деген ол білмеймін, жігіттердің вниманиясы, арық болуың, стройный болуың деп қабылдау мүмкін. Отбасы, тұрмыс тіршілігі төмен отбасы, жағдайы жоқ отбасы, бақыт деген ол байлық деп қабылдау мүмкін. Бүйтіп қарасаң, әркім әртүрлі түсінеді. Негізінде менің түсінігімде ол бақыт деген жүректің тыныштығы екен да. Адам қашан жүрегі тыныш болады, сол кезде ол өзін бақытты сезінеді. Ал жүректер қашан тыныш болады? Алла Тағала Құран кәрімде айтады, жүректер тек қана Алланы еске алумен ғана тынышталады дейді. Сондай аят бар. И қазір айтатыным, біз Алламен байланысымызды нығайтуымыз керек та, ешқашан алыстамауымыз керек Алладан. Байланысымызды үзбеуіміз керек, керісінше нығайтуымыз керек. Сонда ғана жүрегіміз тыныш болады. Себебі Алланы еске алған кезде, зікір еткен кезде жүрек тынышталады. Мароллан ағаның айтқаны бар ғой, дәл осы сәтпен өмір сүру деген. Болашақты уайымдамайсың, өткенге өкінбейсің. Дәл осы сәтпен өмір сүрсең, өзіңді шынайы бақыт сезінесің, жүрегің тыныш болады. Сондықтан бұл өмірдегі бақыт ол жүрек тыныштығы да. Келісемін. Рахмет, Шалқар мырза. Біздің осы YouTube каналымызға жазылып қойыңыздар. Астына комментарий жазыңыздар, ойларыңызбен бөлісіңіздер. Шалқар бауырымнан қандай шабыт алдыңыздар, тіпті репост жасаңыздар басқа адамдардың көруіне. Одан бөлек Шалқар бауырымның Instagram парақшасында қойып қоямыз. Соғанда жазылыңыздар. Бірдеме ойнатып жіберейік пе, Шәке? Қалай ойлайсыз? Не ойнатып болады мысалы? Білмеймін. Не бар, не қызық бере аласыз? Жеке бір сағаттық консультация. Кездесу ма, иә? Кездесу болса, Шымкентте болса, проблема жоқ, кездесе аламыз. Қараңыздар достар, бетек. Болмаса онлайн консультация сияқты. Онлайн, иә? Онлайн ұйымдастырсақ болады, иә? Zoom арқылы. Үш адамға Алла қаласа осы мынау біздің осы YouTube арнамыздың төменіне жазып кетіңіздер. Не қандай бір күшті инсайт алдыңыздар. Астында сіздер жазып кетіңіздер, кейін мен өзім көріп, қарап, Шалқар бауырыммен ақылдасып, сол үш адамды алып өзім ұйымдастырып беремін. Zoom Шалқардан бір сағаттық мотивация болады. Иә, Алла қаласа. Жеке отырғанды бүгін шаршап отырып осындай әңгіме айтып жатыр. 40 сағат болды отырғаныма. 40-шы сағат ұйықтамаған. Ал енді бұл ұйықтайтын болсын. Оны обязательно қалдыру керек, өйткені қазір энергиям жоқ, шаршап отқан, білініп отқан шығар. 40 сағат ұйықтамаған адамның несі деп айтып қою. Иә. Сондықтан бұл ұйықтап алса вообще бұл кісі андай мотиватор болып кетеді. Сондықтан достар,
сіздерге де шабыт болсын. Біздің YouTube арнамызға да ол қолдау болады. Сондықтан жақсы күнде жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.